Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге медовик тортының рецептімен бөлісетін боламын. Ешқандай да корждары оқтауды қажет етпейді. Қолыңызбен жаясыз барлығын. Өте керемет жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай және үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 300 грамм дүкеннің балын дәл осылай су моншасына ертіп алатын боламыз. Шамамен 10 минутта дәл осылай сұйық күйде еритін болады. Сіздер табиғи балды алсаңыздар да болады, ешқандай маңыздылығы жоқ. Сонан кейін үстіне бір шай қасықпен ас содасын салып, үздіксіз венчикпен араластырып отыратын боламыз. Балымызға содамызды қосқаннан кейін осындай реакция жүруі қажет, яғни ағарып көпіретін болады. Соның үстіне бөлме температурасындағы 120 грамм маргарин немесе сары майымызды қосып, тағы да венчикпен араластырып, соның ішінде ертетін боламыз. Үздіксіз венчикпен араластыруымыз қажет, яғни балыңыз күйіп кетпеуі қажет. Мінекей толықтай осылай ертіп аламыз және де газ отымыздан алып, кішкене 5-10 минуттай суытатын боламыз. Енді бөлек құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды осылай жарып салып алатын боламыз және де миксердің ең жай жылдамдығынан бастап араластыратын боламыз. Жұмыртқаңызды миксермен араластырғанда миксердің ең жай жылдамдығынан бастасаңыз, міндетті түрде 2 есе көлем беретін болады. Сонан кейін үстіне 150 грамм қантымызды қосып, яғни аз-аздан қосып, миксермен араластыратын боламыз. Шамамен 5 минуттай араластырғаннан кейін массамыз ағарып 2 есе көлем беретін болады. Сонан кейін газ отымызда дайындаған бал қосылған қоспамызды осылай венчикпен бірлет араластырып аламыз да, аз-аздан жұмыртқалы қоспамызға қосып, миксермен араластыратын боламыз. Барлығын бірдей қосып жібермейсіздер, өйткені балымыз әлі ыстық болғандықтан жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Барлығын осылай қосып, біркелкі масса қылып араластырамыз да, үстіне 370 грамм ұнымызды ситадан өткізіп аламыз алдын ала, және де дәл осылай аз-аздан қосып, миксермен араластыратын боламыз. Барлығын бірдей қоспайсыздар, барлығын бірдей қосып жіберсеңіздер, массамыз біздің тапталып, көлемін жоғалтып алуы мүмкін. Дәл осылай қосып, аз-аздан миксерлейтін боламыз. Дәл осылай аз-аздан қоссаңыздар, ешқандай түйіршік қалмай әдемі болып шығады. Ендігі кезекте пергамент қағазын алып, осы қоспамызды құятын боламыз. Менде пергамент қағазы Паклан, сіздерге де сол қағазды алуға кеңес беремін. Өте керемет қағаз, яғни сапасы жағынан ешқандай да жабыспайды, ешқандай да май жақпайсыз. Бір немесе 1,5 ожау осылай ортасына қиып шығатын боламыз. Мен осылай 1,5 ожаудан қиып шықтым. Менде 5 коржық шығады және де осы ситаның көмегімен үстіне ұнды жақсылап сеуіп шығамыз. Молынан көп қылып сепе беріңіздер. Осылай сонан кейін қолымызбен осылай басып шығатын боламыз. Жай ғана ақырын саусақтарымыздың ұштарымен басып шығаңыздар, қатты баспайсыздар. Корждарымызды саусағыңызбен басқан кезде осындай із қалуы қажет. Сол кезде біздің корждарымыз өте жұмсақ болып шығады деген сөз. Осылай барлығын алдын ала дайындап алдым. 180 градуста 4-5 минутта өте тез пісетін болады. Мінекей біріншісі пісті. Бетіндегі артық ұндарды алып тастайтын боламыз. Олар өте оңай алынады және асты ешқандай да жабыспайды. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. Мінекей мен барлық корждарды пісіріп алдым. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Және де өзіңізде бар формамен немесе тарелканың көмегімен осылай жан-жағын кесіп, бірдей форма жасап алатын боламыз. Бұл корждарға ешқандай сироп жағудың немесе пропитка жағудың қажеті жоқ. Корждарымыз өте жұмсақ, креміміз өте тез сіңетін болады. Ендігі кезекте крем дайындаймыз. Бөлек бір таза ыдысқа қаймағымызды, яғни 20% немесе 25% қаймақты алуыңыз қажет. Барлық қаймақты ыдысымызға салып, менде 300 грамм қаймақ болды және де 300 грамм сгущенканы құятын боламыз. Енді толықтай лопатканың көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осындай сұйық болу қажет. Ендігі кезекте торттарымызды жинайтын боламыз. Осылай вилканың көмегімен тесіп аламыз да, үстіне кремімізді салып, лопатканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, барлығы оңай. Бірінен соң бірін осылай корждарды тесіп, үстіне кремін жағып қайталап жинайтын боламыз. Ең соңында коржымыз үстіне салып, барлық кремімізді салатын боламыз. Ешқандай да артық крем қалмайды. Осылай бетіне жағып, қалғанын жиегіне жағып шығатын боламыз. Мінекей мен барлығын жағып шықтым. Осылай болып жағылуы керек.
Ең соңында осы корждарымыздың жиегінде артық қалған корждарды осылай кішкене бөліктерге бөліп, блендердің немесе өзіңіз қалағандай езіп алсаңыз болады. Яғни кішкене бөліктерге үгітіп аламыз. Мінекей барлығын үгітіп алдым. Енді осы медовик торттың үстіне сеуіп шығатын боламыз. Үстіне жан-жағына толықтай сеуіп шығамыз. Барлығын сеуіп болғаннан кейін холодильникке 3 сағатқа қойып қойсаңыз жеткілікті, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Сіздермен болған Гүлсая. Менің видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.